Қайырлы күн. Мен бүгін қызанақтарымды көрсетемін. Өткенде расадасын көшетін еккенін көрсеткен едім. Сол жерде жапырақтары кішкене сарғайған еді. Сол кезде айтқанмын, сарғайған жапырақтар ештеңе болмайды деп. Бұл өзі орналасқаннан кейін осындай жап-жасыл болып кетеді. Міне менің помидорларым өсуі жақсы. Бұны суарып, енді шөптерін жұлып шығып жүрмін. Мен помидорларын өсуі өте жақсы биылғы. Бұл домалақ помидор және гүлдеп жатыр. Бір-екеуі түйнектеп те жатыр. Помидорлардың осындай жапырақтары көп болғаны жақсы. Бұл дегені жеміс көп береді дегенді білдіреді. Ал көшеті өте нәзік болып, егерде осындай жан-жақтан жапырақтарын шығармаған кезде оларға тыңайтқыштар беру керек. Тағы айтайын, егерде көшеттер өспей жатқан болса, оған бірінші кішігірім селитра беру керек. Тамырыны күйіп кетпейтіндей етіп, ол селитраның нәтижесі 4-5 күннен кейін белгілі болады. Уже жапырақтары өсіп, бойға өседі. Ал менің осы помидорының биылғысы жақсы өсу барысы. Мен бұған селитра бергенмін. Аз мөлшерде, көп емес. Әрине беру керек тыңайтқыштарды. Тыңайтқыш бермесе болмайды. Ал екінші рет тыңайтқыш берген кезде мен оны мүмкіндігінше видеоға түсіретін боламын. Бүгін міне кешке қарай осындай шөптерін жұлып шықтым. Осындай видео түсірдім. Міне помидорларының бәрі гүлдеп жатыр. Өте жақсы. Көшет кезінде еккенде нәзік болып тұреді ғой. Сол помидор ғой мынау. Осы әдемі болып тұр. Осындай су бере бергеннен кейін шөп шыға береді. Осы шөптерді кетпенмен шауып шықпай, осындай мен қолмен жұлып шығамын. Арықтарын да, шеттеріндегі шөпті де кетпенмен шапқанда тамырына зиян тиеді. Сол үшін қолмен жұлып шығамын. Жер жұмсақ кезінде. Міне осы менің помидорларым.